Hello everyone, how are you? I'm gonna to introduce difference between will and the to be going to. We use both structure in future action and the future tense. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін will мен be going to құрылымының айырмашылығын түсіндіретін боламын. Екеуі де келесі жақта қолданылады. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Differences between to be going to and will. Яғни be going to және will екеуінің айырмашылықтары. Will express future action decided at the moment of speaking, immediate decision. Яғни сөйлеу сәтінде шешілген болашақ әрекетті білдіреді. Immediate decision яғни тез шешім қабылдау. Мысалы, сіз кафеде отырсыз делге, менюді аласыз и жаңағы заказ бересіз, мен салат жеймін деген сияқты табан астында сіз шешім қабылдайсыз. Яғни осындай сәттерде will қолданамыз. Мысалға, I will have salad now. Яғни мен салат жеймін. Немесе I will have a drink, a coffee. Яғни мен кофе ішемін. I will have a barbecue, деген сияқты. Осы табан астында шешім қабылдаған кезде біз willді қолданамыз. Be going to express future plans decided before the moment of speaking, prior plans. Яғни сөйлеу сәтінен бұрын жоспарланған бір жерге барамын деп шешім қабылданған іс-әрекетті білдіреді. I'm going to visit my parents next Monday. Яғни келесі дүйсенбіде мен ата-анама барамын деп жатыр, яғни жоспарлап қойған. Ал енді willға байланысты мынандай бірнеше ережелермен таныстырып өтейін. The first one is future action and fact. Яғни болашақтағы әрекет факты. Example, I will sleep at night. Яғни мен түнде ұйықтаймын. Енді дәл осы жерде осының сұраулы сөйлемге айналдыратын болсақ, will, яғни I есімдігінің алдына шығады. Will I sleep at night? Мен түнде ұйықтаймын ба? Ал болымсыз сөйлемде I will not деп не алады? Енді ол қысқа түрінде won't деп айтылады, won't. I won't sleep at night. Яғни мен түнде ұйықтамаймын. The second one, a repeated action in future. Болашақтағы қайталанатын іс-әрекет. In summer, I will go to swimming pool. Жазда мен бассейнге барамын. Яғни әр жазда, яғни келесі жылғы жазда да ол бассейнге барады. Яғни қайталанатын іс-әрекетте біз willді қолданамыз. The third one, spontaneous decision. Яғни жоспарсыз, аяқ астынан айтылған шешім. Мысалы, екі студент жолда әңгімелесу барысында. Will you go to the cinema? Yes, I will go to the cinema. Let's go деп ожарға бара береді. Яғни, сен киноға барасың ба? Иә, мен киноға барамын. Яғни табан астында айтылған, қабылданған шешім кезінде біз willді қолданамыз. Төртіншісі promise, яғни уәде. I will always be with you. The fifth one, threat. Яғни қинау, қауіп-қатер туған жағдайда. Don't move or I will kill you. The sixth one, request. Өтініш білдіргенде. Will you help me? Маған көмектесіңізші. The seventh one, one action is followed by another action in future. Бір әрекеттен соң екінші бір әрекет жасалынса болашақта. Example, tomorrow I will go to the library and borrow me books. The eighth one, the result of his expectation in the future. Hope, thought. Болашақта өзінің күту нәтижесі, үміті, ойы болған жағдайда. Мысалы, I think I'll be rich one day. Мүмкін, менің ойымша, мен бір күні бай болып кетемін деген сияқты. I think I will buy a new car, for example, Toyota Camry. Яғни мүмкін мен
жаңа көлік сатып алармын деген сияқты. Яғни болашақтағы бір болжам нәтиже күту мақсатында осындай сөйлем қолданатын болсақ, сол кезде біз will'ды қолданамыз. Ал енді to be going to-ға байланысты ережелерге назар аударсақ, біріншісінде planned action, яғни жоспарланған іс-әрекет. Мысалға, what are you going to do on this summer holiday? Яғни осы жазғы демалыста сен не істейін деп жатырсың. We are going to travel to Dubai with my family. Яғни біз Дубайға отбасыммен бірге саяхаттайын деп жатырмын деген сияқты. Осындай алдын ала жоспарланған іс-әрекетте біз be going to құрылымын қолданамыз. Енді бұл жерде сұраулы формада көрсетіліп тұр. Енді болымды сөйлемде қалай қолданады? Енді соған қарайық. Екіншісінде decision, яғни шешім қабылдаған жағдайда. Мысалға, Ерлан and Laura are going to marry next month. Яғни Ерлан және Лаура келесі айда үйленейін деп жатыр. Яғни олар осындай шешім қабылдаған жағдайда біз be going to-ды қолданамыз. The third one, weather. Ауа райына қатысты сөйлемде be going to қолданамыз. Мысалға, look, grey cloud is coming here. It's going to rain. Яғни мына жерде уже going to қолданылып тұр. The fourth command, яғни бұйрық берген кезде, you are not going to wear this dress. Сен бұл көйлекті кимеуің керек. The fifth one, refusal, яғни бас тарту. I'm not going to do your work. You get paid for it. Мен сенің жұмысыңды істемеймін. Сен бұған ақы төлемейсің деген сияқты. Осындай ситуацияларда біз be going to құрылымын қолданады екенбіз.